саламатсыздар ма оқушылар? Көркем еңбек сабағын бастаймыз. Қазір мен сендерге сурет көрсетемін. Сол суреттерге қарап, сендер сол суреттерді не біріктіреді? Сол сұраққа жауап беріп көресіңдер. Және олар қандай техникада орындалғанын байқап көріңіздер. Міне мына суреттерде неше түрлі бұйымдар жасалған. Бұл бұйымдар әртүрлі мата қиындыларынан жасалған, және де бұл жерде мата қиындыларынан жасалған жастықшаны көріп тұрмыз, көрпешені көріп тұрмыз. Мозаика түрінде жасалған бұйымдар деп есептелінеді. Мына жерде үй жиһаздарына байланысты, мысалы күнделікті өмірде бізде жапқыш, диванға жапқыш қолданылған. Мына жерде перделер түрлі түсті қиындылардан жасалынған. Мына жерде асханада қолданылатын тұтқыштар, сөмке жасалған. Мына жерде оқушылар біз түрлі маталардан жасалған ойыншықты көріп тұрмыз. Қазақтың ұлттық қолөнерінің бірі ол құрақ. Мысалы мына жерде біз осы құраққа да тоқталамыз. Құрақтың көптеген түрлері бар. Көрпеше, жастықтар, тағы да әртүрлі бұйымдар жасалады құрақтан. Мына жерде де міне мысалы әдемі түрлі қиындылардан жасалған жастықты көріп тұрмыз. Көрпешенің үлгілері мына жерде оюменен бірге заманауи үлгіде жасалған көрпешелерді көріп тұрмыз. Мына жерде жұлдыз құрағы көріп тұрмыз. Шай көрпешесі, ұзын көрпешелер, жастықшалары барлығы бір үлгіде жасалған. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқыма мозаика техникасымен жасалған тігін бұйымдарының дизайны. Құрақ, квилт, печворк. Идеяларды ойластыру, эскиз, материалды таңдау және дайындау, жұмысты орындау реті. Сабағымыздың мақсаты тоқыма бұйымдарын пішу және сыру тігісін қолдану арқылы қол еңбегі құралдарымен тігін машинасымен өңдеу. Түрлі материалдардан қарапайым бұйым орындау. Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану. Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне отырып және демонстрациялай отырып материал мен құралдарды қолдану. Енді бүгінгі негізгі терминдеріміз сабақта қолданатын бұл құрақ құрал. Қазір біз сол құрақтың құрал түрлеріне тоқталамыз. Қазақтың өзінің ұлттық қолөнері ол құрақ. Міне мына жерде соның сипаттамасы берілген. Қазақстанның сәндік қолданбалы өнердің түрі. Мұнда түсі мен фактурасы әртүрлі мата қиындыларынан бірыңғай өрнек немесе бұйым болып құралады. Келесі бұл квилт. Квилт деген ол да құрақ құраудың бір үлгісі, бірақ бұл жерде құрақ құраудың америкалық техникасында матаның екі қиындысының арасына салынған ватин не мақта қабатымен бірге сырылып тігіледі. Келесі печворк. Матаның түрлі түсті қиықтарынан тұтас бұйым тігілетін қолөнер түрі. Классикалық құрақ өнері Англияда пайда болған деп айтылған. Орыс халқында құрақ деген сөз лоскутная мозаика деп аударылады. Енді құрақ құрау негізі тоқыма мозаика деп аталады. Ертеден келе жатқан қолөнер түрінде мата қиындықтарынан мозаика принципі бойынша қолмен немесе машина тәсілімен тұтас бұйым тігіледі. Құрақ төрге төсейтін көрпеше, мата қиындыларынан тұмаша, сегіз жапырақ, ром сияқты геометриялық фигураларды пайдаланып, немесе әртүрлі қазақи нақыштардағы оюларды өрнектен құралған көрпені құрақ дейміз, немесе құрақ көрпе деп атаймыз. Құрақ көрпенің арасына мақта, немесе қойдың жүнін, түйенің жүнін, немесе қазіргі уақытта жасанды синтетика, синтепон, соларды салып, сырып тігетін бұйым деп білеміз. Енді осы құрақ құрау бізді неге үйретеді? Осының өте мықты, жан-жақты тәрбиелік мәні бар. Оны қарастыратын болсақ, ол қыздарды төзімділікке, үнемділікке, шеберлікке, бояуларды ажырата білуге, олардың бір-бірімен үйлесімділігін табуға, соны түсінуге көрсететін бұйымдардың бірі. Және де бұл жерде біз тазалыққа, үнемділікке, әсемдікке, жан жүйесін байытып, солардың ой өрісін кеңейтетін қолөнердің бір түрі деп есептейміз. Құрақ негізінен түрлі түсті маталардан жасалады. Бұл жерде мата қиығын біздің әжелеріміз ысырап қылмай, соларды пайдаға асырған. Сол мата қиындыларды геометриялық фигураларға келтіре отырып, мынандай керемет
құрақ өрнектерін жасауға болады. Мысалы, мына жерде қарап отырсақ, әртүрлі геометриялық фигуралар қолданылған. Мына жерде шаршы, мына жерде үшбұрыштар, мына жерде сызықшалар арқылы, лента арқылы тігілетін құрақтың түрлері көрсетілген. Бұл жерде де дәл солай заманауи түрде құралған құрақтың түрлері дәл сол геометриялық фигуралар қолданылған. Енді осы геометриялық фигуралар негізі құраған кезде біз осындай дайын лекаларын дайындаймыз. Бұл қима үлгі деп те аталады. Бұл жерде көрпешенің үлгісіне, құрақтың үлгісіне қарай шаршы, төрт бұрыш немесе үш бұрыштарды өзінің размерімен қиып дайындап аламыз. Мына жерде қыздар құрақ құрауға арналған ою-өрнек схемаларын көріп тұрмыз. Мына жерде мысалы бірінші құрағымыздың аты ботагөз. Бұл жерде де әртүрлі геометриялық фигуралардан әсем құрақ құралған. Екінші құрағымыз тұмарша, келесі қайшы, құдық деген құрақ бар, диірмен және де жұлдыз құрағы бар. Енді оқушылар, біз сендермен сарамандық жұмысқа өтеміз. Негізі, міне бүгін біз сарамандық жұмысты құдық құрағын орындаймыз. Бұл құдық құрағы қазіргі уақытта өте сәнді және қарапайым, оңай тігілетін құрақтардың түрі. Бұл құраққа бізге екі түсті мата керек, және ол матаны біз өлшеммен қиып аламыз да, соны машинаға салып тігетін боламыз. Қазір біз құрақ құрауды бастаймыз. Ол үшін бізге астарлық мата, оның өлшемі 20-20, одан кейін құрақтың өзі негізгі маталары, оны біз ені 3 сантиметр қылып сызып шықтық, және де мен міне дайын қиып дайындап қойдым. Бұл жерде қандай түс қолданасыңдар, әр адам өзі таңдайды. Енді астарлық матаны біз астарлық матаның ортасын табуымыз керек. Оның үшін біз матаны сызамыз ортасын табу үшін. Енді осы жерде бізде 4-4 өлшемді мына көзді ортасына қоямыз. Ортасына қойған кезде мына бұрыштары мына сызықтармен сәйкес келу керек. Енді мына көзді машинаны дайындап қойдық. Осыған қойған кезде міндетті түрде мына түгі төмен қарап тұру керек. Қолмен ұстап көрсеңдер, өзі белгілі болады. Енді көзді ортасына қойдым. Осы көзді төрт жағынан да тігіп шығамыз. Енді келесі біз мына түсті қолданамыз. Бұны біз тағы да түгіні қараймыз. Түгі төменге қарау керек. Міне төменге қарау керек. Осыған кезде белгілі болады. Осыны мына шеттен осып тігіп бастаймыз. Керекті теріс қаратамыз. Мінекей. Мына өлшемге дейін аламыз, артығын қиямыз. Енді келесі мына бетті бастаймыз. Бұл жерде де дәл солай керекті өлшемді аламыз да қалған қиямыз. Осылай айналдырып тігеміз.
Енді келесі түсті қосамыз. Бұл жерде біз осы түсті жалғастырып кете береміз. Келесі ақ түсті қайтадан жасыл түсті қолданамыз. Болмаса әртүрлі түстерді қолдана беруге болады. Соңғы лентасын тіктік. Енді осының шетін тігіп шығамыз. Құрағымыз дайын. Мына шеттерін барлығын артын қиып шығамыз. Міне құрағымыз дайын.